Ассалаумағалейкум құрметті тыңдарман. Қатын кесепаты. Жұрт сыйлайтын бір апа өмірден өткен еді. Күйеуін бір адамдай-ақ құрметтеген. 6 ұл, 3 қыз туған. Қылтың-сылтыңы жоқ кісі болатын. Bir ғана ерекше мінезі бар еді. Ашуланса, біреуге ренжісе, өз көңіліндегідей болмаса, жүрегі ауырып талып қалатын. Құдайға шүкір, ұл-қыз бар ғой, бәрі жабыла кетіп, аяқ-қолын уқалап, табандарын сипалап, шай қайнатын уақытта есін жиғызып алатын. Бұл негізі ол кісінің ауруы емес, отбасында айтқанын жасату үшін ойлап тапқан, өзінен өзге ешкім білмейтін айласы болатын. Шынында да байы, бала-шағасы, тіпті жақын көрші туыстары да ол кісінің сондай ауруы бар деп айтқанын жасайтын. Ертеректе мен де ол кісінің сондай бір талып түскеніне куә болып қалдым. Сөйтсем, қонақ келгенде келіні енесінің қолына қарай тұрыңшы деп немересін беріп кетсе, ол енді ғана отыра бастаған сәби екен. Әжесінің етегіне сиіп қойыпты. Талып қалудың себебі осы екен. Мен ол кісіні бұрыннан танитынмын. Сәбилерге, қуыршақтай қыз балағадай еміреніп, сүйу, иіскеу дегенді білмейтін. Қолына алмайтын. Онысын сұғым бар, көзім тиіп қалады деп айтатын. Той-томалақта қыдырғанда немерелерін ертіп те жүрмейтін. Ол апа байы, бала-шағасы, тіпті немере сырттан келген келіндерін де ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстады. Обал нешік. Ананың жүрегі тоқтап қалмасын деген ұл мен қыз жіптіктей болып жетілді. Келген келін де, туылған немере де сол жолмен жүрді. Сырт көздің қызығатыны соншалық, ол үйде не жанжал, не келіспеушілік болмайтын. Үлкені не айтады, кішісіне сол заң. Бірліктерін айтсаңшы. Қуанышты, өкінішті жағдайдың бәрінде тәртіп әскердегідей. Қараңшы, қандай керемет, ұйысқан, өте жарасымды. Бір ауыл емес, бүкіл елге үлгі болатын ақ отбасы. Әттең. 4 баласы да 50 жастан аса бере, ауырмай, сырқамай, сап-сау күйде, жүректері тоқтап қалып, өз кезегімен өмірден оза берді. Bir баласы хабар-ошарсыз кетті. 6 ұлдың ішіндегі өз күнін зорға көріп жүрген ең нашарымен қыздары аман қалды. Кезіндегі патшайым, сәби немересінің сідігінен жиркеніп, талып қалатын әздек кемпір Құдайдың жіберген бұл қасіретінен қатты жүдеді. Жүрек талмасы жазылып, енді өзі кіші үлкен дәретін ұстай алмайтын шын кеселге душар болды. Орнына тышып-сейіп өмір кешті. Памперспен жүріп 90-нан асып өлді. Бала кеткесін кешегі жақсы келіндер өзгерді. Немерелер де кезінде өздерінен жиркенген әжесіне онша жақын болмай шықты. Бәлкім шешелерінен көп әңгіме естікен де болар. 3 қыз кезектесіп келіп, 5-10 күн қарағанмен бола ма? Байғұс кемпір соңында әбден алжасып, өз поғына өзі малыны бөліпті. Бұл байының көзіне шөп салмаса да кесепаттық жасаған қатын тағдыр еді. Қатын кесепаты ішінен шыққан өз ұрпағының маңдайына тиетін оқ екен. Мұны білген ата-бабаларымыз қатынның кесепаты 40 нарға жүк деген. Осыдан мен Құдайдың күнәларыңды жақын жандарың көтереді дегеніне ренжимін де. Күнәһар шеше, күнәні арқалайтын бала. Бұл мен өзім білетін, бүкіл бір ауылдың адамдары көрген болған оқиға. Бұл сонда не? Неге бұлай? Себебі ана мен баланың жүрегі бір. Мысалы, өзінен мыңдаған шақырым ұзақтағы перзентіне бір жағдай бола қалса, соны ана жүрегі анық сезеді. Бұл ғылыми дәлелденген. Кино түсіріліп, кітапта жазылған тақырып. Байқампаз адам мұны осы өмірде де көріп жүр. Ал жүрегі бір деген тәні бөлек, жаны бір деген сөз. Бұл басқаша айтқанда Алла Тағала баланың тағдырын анасының жасаған әрбір қадамына байлап қойған дегенді білдіреді. Ойланып көр. Егер ана күнәдан ада болса, бала бақытты, ғұмыры ұзақ болады. Ал күнәһар болса, баланың өмірі қысқа болмаса қиын болады. Ал қатынның өз өлімі азапты болады екен. Мәселен, менің бұл жазғандарымды далбаса санайтындар, не сенбегендер, оқысын, зерттесін, өз айналасына қарасын. Құрбы-құрдастарының өмірін ой елегінен өткізсін. Қайсысының шешесі қандай болған еді? Сарапта, ойлан, бәрін көресің. Негізі жаратқанның осындай ана тазалығы өзінің өмірге алып келген ұрпағының келешегіне тікелей әсері бар. Болмыс заңы екенін біздің ата-бабаларымыз баяғыда білген. Сондықтан қыз болмысын өзге халықтар сияқты діни тыйымдармен қорқыту арқылы емес, жаратылыстың өз табиғи осындай заңдарын түсіндіру арқылы қалыптастырған, тәрбиелеген. Мысалы, ислам діні келгенге дейін көк түрік қызы періште болды. Бұлай сақтау оңай тірлік емес, әрине. Сондықтан бабаларымыздан жер дауы, жесір дауы деген бағамы бірдей ұғым қалған.
Ол кезде жаугершілік заман ғой. Өзінің еркінен тыс былғанып қалған түркі қызы өз еркімен өмірден өтті. Рух сондай еді, болмыс сондай еді. Көктүрк өзі соғыста жеңген жат жұрттың қыздарын өңгеріп әкеліп қатындыққа алған жоқ. Өз қыздарын да өзгеге олай қатындыққа бермеген.